Түркияның Стамбул қаласында дүниежүзілік ислам ғұламаларының жоғары кеңес саммиті өтті. Халықаралық іс-шараға Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының төрағасы бас мүфти Наурызбай Қажы Тағанұлы және мұсылман елдерінің мүфтилері мен дін ғалымдары қатысты. Жиында ислам әлемінің өзекті мәселелері, палестиналықтардың жағдайы тағы басқа жайттар талқыланды. Сондай-ақ саммит аясында мұсылман мемлекеттері дінбасыларын Түркия президенті Режеп Тайып Ердоған қабылдап алғыс айтты. Ал Наурызбай Қажы Тағанұлы оған Қазақстан мұсылмандарының дұғай сәлемін жеткізді. Сонымен қатар еліміздің бас мүфтиі баяндама жасады. Ол әлем мұсылмандары үшін береке бірліктің аса маңызды екенін жеткізіп, Палестинадағы жағдай бейбіт жолмен шешілуін тіледі. Қадірлі Мехмет Гөрмез мырза және бүгінгі әлемдік ислам ғұламалары кеңесіне қатысушы дін басылары, көрнекті ғалымдар, қоғам қайраткерлері. Сөзімді бастамас алдын асыл дініміздің өркендеуі үшін баршамыздың басымызды қосып, келелі сұхбат жасауымызға мүмкіндік беріп отырған Түркия дін істері басқармасының төрағасы профессор доктор Али Ирбаш Хазретке алғысымды білдіремін. Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының КМДБ халал сертификатына шетелдік компаниялардан да сұраныс артуда. Бас мүфти тапсырмасымен халал даму стандарттау және сертификаттау мекемесінің директоры Айбек Асқарбекұлы бастаған мамандар Өзбекстандағы кәсіпорындарда айлық аудит жұмыстарын жүргізді. Бақылау қадағалау шараларына бас сарапшы технолог Жанар Мұратқызы мен технолог Аружан Аралбай қатысты. Олар Өзбекстандық 10-нан астам компаниядағы халал стандарты талаптарының орындалуы, санитарлық тазалығы, техникалық құрал жабдықтардың сапасы, дайын өнімдердің өңделуі, сақталуы және тасымалдануын тексерді. Сондай-ақ халал стандарты талаптары мен технологиясы тақырыбында оқу семинар өткізіліп, қызметкерлерге шариғат талаптары түсіндірілді. Осындай жұмыстар нәтижесінде көршілес елдің кәсіпорындарына КМДБ халал сертификаты табысталды. Қызылордада Құран кәрімді жатқа оқудан облыстық байқау өтті. Шаһардағы Ақмешіт Сырдария орталық мешітінде ұйымдастырылған додаға өңірдің бас имамы Дастан Жанасұлы арнайы келіп үміткерлерге сәттілік тіледі. Қасиетті кітаптың 3 және 1 парасын жатқа оқудан сынға түскен қатысушылардың саны 40-тан асты. Олар қала, аудан мешіттерінің және қарилар дайындау орталықтарының ең үздік шәкірттері. Осы іріктелгендердің арасынан ең мықтылар анықталып, жүлделі орындар берілді. Жеңімпаздарға дипломдар мен ақшалай сыйлық табысталды. Қарағанды қалалық Әл-Машани мешітінде медиа орталығы ашылды. Оның ашылу салтанатына Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының Қарағанды облысы бойынша бас имамы Естай Айтуғанұлы арнайы қатысты. Әл-Машани мешітінің имамы Сайлау Жұмағұлұлының айтуынша, кешен қажетті техникамен толық жабдықталған. Сонымен қатар студия ішінде тікелей эфир ұйымдастыруға да мүмкіндік бар. Өңірдің бас имамы Ақжарма тілегін жеткізіп, қазіргі қоғамдағы діни ақпарат таратудың маңызына тоқталды. Айта кетейін, алдағы уақытта бұл студияда уағыз насихат, онлайн дәріс, Құран үйрену сабақтары және түрлі бейнероликтер дайындалмақ. Бұл жердегі діни контенттердің түсірудегі мақсат қоғам арасында түйткілді және күмәнді тудырған сұрақтарға дер кезінде жауап беру. Және де бұл медиа орталықта арнайы діни подкасттар түсіріледі. Енді бұл подкасттар түсірілгенде таза тек қана бір діни бағытта емес, әртүрлі тақырыптарда, яғни өзіміздің қазақи болмысымызды, өзіміздің қазақи нақышымызды насихаттау мақсатында дін менен дәстүрді сабақтастыра отырып, әртүрлі тақырыптарда кеңінен уағыз насихаттар түсірілетін болады бұл жерде. Кісі қайтқанда берілетін ас әр өңірде әртүрлі аталады. Яғни садақа, құдай ас, жабдық, береке жинау, хатым өткізу тағы басқа атаулар бар. Алайда осы қаза үстінде жасалатын құдай тамақты өткізу мәдениетін ескеріп жүрміз бе? Сырапшылдыққа жол беріп қоймаймыз ба? Осындай сауалдар толғандырған Атырау жұрты арнайы жиын өткізді. Ас беру мәдениеті атты облыстық семинарға дін қызметкерлері, зиялы қауым өкілдері және ардагерлер қатысып, ой пікірін ортаға салды. Олар жаназада астатөк дастархан жайып, тойға айналдырмау керектігін ескертіп, көпшілікке үндеу жасады. Нақты өндеулерде осы жаназа
өмірден адам өткен кезде жаназа барысында, садақа барысында не істелу керек, не қойылу керек, және қазақтың салт дәстүрі, әдет ғұрпы деген нәрселер шариғатқа қайсы томпақ келеді, қайсы келмейді, осы мәселелер егжей-тегжейлі айтылып өтті. Нақты айтатын болсақ, жаназаның үстінде митингі мәселесі бар қазіргі таңда, яғни сөз жарыстыру, бірінен кейін бірі ол адамның өмір баяны туралы қайталап айту. Ол негізі шариғат бойынша мәйіт баратын жеріне, жер қойнауына асып жататындығын айтады. Ол жерде бір адам хабарландырып жеткізсе, имам негізгі мәселені түсіндірсе, сөйтіп жаназа намаз оқылса, сол жеткілікті. Алайда ол адамның өмір баянын сөз жарыстырып, құдасы сөйлесін, көрші сөйлесін, дос сөйлесін деп айтып жату, бұл шариғатқа томпақ келетіндігін, тіпті әу баста қарайтын болса, қазақтың өз дәстүрінде жоқ нәрсе екендігін сол үндеудің ішінде қамтып өттік. Семинарға қатысқан ақсақалдар да қазір тым ысырапшыл болып кеткенімізді жеткізді. Олардың сөзінше, той дастарханынан сарқыталғандай жаназадан да ас суды үйге әкету дәстүрімізде жоқ нәрсе. Қазір сол қаделерінде біздің столдарымыз астан, қазақша айтқанда, сіресіп тұрады. Осыны жағдайын түзеу, ал әрбір осындай азалы, қазалы шаңырақ мына ас беру рәсімінде үлкен шығындарға душар болады. Ал мысалы 100 адам, 200 адам үлкен ресторанда алып, осы тамақ беру, ас беру жұмыстары жүргізіледі. Мейрамханаларда тамақтың бәрі қалады. Оны біз де әдет қылып жатырмыз. Соны жеке бір пакеттерге салып, қолдарына ұстатып жіберу. Бұндай қазақтар садақадан сарқыт алу дейтін болған жоқ. Тойдан сарқыт ол енді бір үлкен қуаныштың, жақсылықтың белгісі есебінде, естелік есебінде болады. Ал садақаның сарқытын алып, оны үйге барып жеудің өзі, мысалы, бүгін әңгіме болып жатыр.